Ассаляму алейкум, сіздермен хан қызы Керімай. Біз сіздермен бүгін ауызда еритін, корждар өте жұмсақ, нәзік, торттың өзі өте дәмді болып шығатын балды тортын дайындайтын боламыз. Рецепт өте оңай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға қант, бал, тұз және де сармаймызды салатын боламыз. Астын орта етіп қойып, отқа қоямыз, және де үзбей араластырып тұрамыз. Ас содасына лимонның сығындысын қосамыз, және де осыны массамызға құятын боламыз. Масса бізде осылай көбіктенеді, және де үзбей 1-2 минут араластырып тұрамыз. Түсі осылай қоңыр болып шыққанша араластырамыз. Массамызды 5-10 минутқа суытуға қалдырамыз. Біздің массаның температурасы шамамен 30-40 градус болу керек. Жұмыртқамызды қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз тым ыстық болса, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін, тым салқын болса, массамыз қатып қалуы мүмкін. Електен өткізілген ұнды 2 бөліп қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазға құйып, жұқалап, тегістеп жағып шығамыз. «200 градуста алдын ала қыздырылған пеште 3-4 минут пісіріп алатын боламыз. Менде дәл осындай 3 корж шықты. Пісіп шыққан коржымызды пергамент қағазынан босатып алып, суытуға қалдырамыз. Корждарымыздың артық шеттерін қиып алып тастаймыз. Мен осы 3 коржды тең ортасынан бөлдім. Менде барлығы 6 корж шықты. Крем дайындап аламыз. Ол үшін бізге қаймақ керек болады. Майлылығы 20%-дан жоғары, және де тоңазытқышта тұрған болуы керек. Оның үстіне қайнатылған, қойылтылған сүтті қосамыз. Мен ылғи осы вареный сгущенканы қолданамын. Және де оған лимон сығындысын қосатын боламыз. Біздің креміміз аса қою болмайды, бірақ та жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Тортымызды жинайтын боламыз. Корждарды қойып, ортасына жақсылап біркелкі тегістеп, кремді жағып отырамыз. Бұл кремді басқа кремдермен алмастырсаңыз болады. Бұл балды тортына қайнатпалы крем жақсы келеді. Немесе майлылығы 35%-дан жоғары қаймақты алып, оған қант ұнтағын араластырып та крем жасасаңыз болады. Менің арнамнан өте оңай, қолжетімді бағада шығатын дәмді торттардың рецепттерін таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздерді оңай рецепттермен әрдайым қуантатын боламын. Торттың бетін корждардан қалған ұнтақпен сеуіп әдемілейміз.
Дайын болған тортты тоңазытқышта кем дегенде 4 сағат қалдыруымыз керек. Бір-біріне дәмі сіңіп өте дәмді болады. Міне біздің тортымыз дайын. Өте дәмді торт шықты. Корждар ерекше жұмсақ шығады. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып комментарий жаза кетіңіз.